Бүгін Алматыда болған жер сілкінісінің ошағы Кемин жарығына өте жақын. Картаға қарасақ, сілкініс ошағы қаладан 31 шақырым жерде болды. Ал бұл Кемин жарығының тұсы. Тәуелсіз сейсмолог Мұхтар Хайдаров та жер сілкінісі дәл сол жарықтан деген болжамын айтқан. Ал дәл осы жерде 1911 жылдың 4 қаңтарында жойқын жер сілкінісі болған. Кемин деген Қырғызстандағы өзен әрі қала атауы. Іле алатауының шығыс бөлігінде, Алматыдан шамамен 40 шақырым жерде. Жер сілкінісінің күші сол кезде Рихтер шкаласы бойынша магнитудасы 8,2-ге тең болған. Оның күші қатты болғаны соншалық 4 миллион шаршы шақырым аумақта сезілген, ал ұзақ тербелісі 5 минутқа созылған. Дәл осы кезде 200 шақырымға созылған жарық пайда болған. Содан бері бұл жер Кемин жарығы деп аталған. Геолог Карл Богдановичтің есебіне қарағанда, жер сілкінісінен 452 адам қаза болған, 1094 үй мен 4545 киіз үй қирап қалған. Соның ішінде Алматыда 35 адам қаза болған. Маңызды әрі өзекті ақпараттар әшкере